Әлемнің үздік оқу орындарына ұмтылған көрермен, қайырлы таң. Бүгін IELTS атты ағылшын тілі білімін тексеретін сынақтың reading бөліміне тоқталмақпыз. Талапкердің оқып түсінуін бағалайтын бөлімнің құрылымы жайлы алдымен сол тестті жүргізетін British Council ұйымы мамандары айтып берсін. The test includes 40 questions. Тест 3 мәтін 40 сұрақтан тұрады. Барлығы 60 минут уақыт беріледі. Тыңдау бөліміндегідей жауап парағын толтыруға арнай уақыт берілмейтіндіктен жауаптарыңызды бірден жазып белгілеп отыру керек. Onto your answer sheet. Ал сол уақытты қалай тиімді пайдалануға болады? Қандай тәсілдерді қолданған дұрыс? Қобалжу мен стресс астында сізге не көмектеседі? Practice key reading skills. Оқудың скиминг, сканинг және интенсивті оқу деген үш түрін меңгеріп машықтаныңыз. Скиминг деген көз жүгіртіп шығу деген сөз. Мұндағы мақсат мәтінді жылдам оқып шығу арқылы не жайлы жазылғанын, идеясын түсіну. Мысалы, тақырыптарға, кілт сөздерге, әр азат жол басындағы алғашқы сөйлемдерге мән берген жөн. Бұл тәсілде көзіңізбен қатар қарандашыңызда жүгіріп қажет жерлерін сызып белгілеп отыру керек. Келесі тәсіл сканинг. Scanning is when you are looking for specific. Сканинг деген аты айтып тұрғандай арнайы бір ақпаратты сканерлегенде іздеп отырып оқу дегенді білдіреді. Мәселен, ол жалқайсын сандар не уақыт мерзімі болуы мүмкін. Егер осылай нақты не қажет екенін түсінсеңіз, мақаланың үтір нүктесіне дейін түгел оқудың қажеті жоқ. Мысалы, сізден әлдененің құны сұралса, мәтін ішінен сан мен валюта таңбасын іздеп тауып жауап берген жөн. Мәтінге қатар берілген сұрақтардың арасында сіз білмейтін сөздер кезіксе, сол сұраққа ұзақ ойланып, қап енді не істеймін деп минуттарды жоғалтып алмаңыз. Әзірге өткізіп жіберіп, оңайына білетініңізге көшіңіз. Intensive reading helps. Келесі тәсіл интенсивті оқу. Сынақтағы мәтіннің әр деталін түсінуді мақсат етеді. Скиминг пен сканинг тәсілдерін қолданған соң сұраққа қайта оралып, талап етілген не нәрсе екенін ойға бекітіп алу керек. Ол үшін сұрақтағы кілт сөздерді дөңгелектеп, мәтін ішіне сол кілт сөздердің синонимдерін іздеп жауап беруге ұмтыласыз. Бұл сіздің аналитикалық қабілеттеріңізбен қатар сөздік қорыңызды да сынайтынын білдіреді. Осы үш техниканы әбден меңгеріп алсаңыз, шектеулі 60 минут ішінде бәрін сәтті тапсырып шығуға болады. Мысалы, бар болғаны 9 ұпайдың 8,5-ын алған Бос университетінің түлегі Әли Әшімнің кейсі сөзіме дәлел. Мысалы, мен ридинг бүкіл мәтінді түсінген де жоқпын, түсінуге уақытым да жоқ. Үш мәтін 1 сағат, 20 минуттан. Мынадай мәтін, сен оны оқып отыратын уақытың да жоқ. Бірақ бұл техника, және ол техниканы сен бір-екі рет түсініп, болды, осы мен техникам деп емес. Мен үнемі айтам, мен 2 ай бойы күнде жасаған дүнием бұл. Күнде көзбен, қолдың үйреніп алған сонша, мен одан кейін 2 ай соны жасағаннан кейін экзаменде отырған кезде мен уақыт емес, андай миым біледі да, қай қадамнан кейін қайсын істеу керек, қалай. Үзбей машықтана беріңіз, таймермен оқыңыз. Академиялық мақалаларды, жаңалықтар мәтіндерін, жалпы кез келген сауатты сенімді ақпарат көздерінен оқи жүріңіз. Сюжет соңында мына ескертулерді қойын дәптеріңізге түрте отырыңыз. Мәтін ішіндегі бірақ деген мағына беретін however, although, but және despite деген сөздерге мән беріңіз. Бұлар сізге қажетті жауаптың мәтін ішінде сан құбылуына себепкер болады. Сондай-ақ, жауапқа берілген сөз саны да шектеулі болатын кездерге мұқият болыңыз. 4 сөзден тұратын жауапқа 5 сөз жазып кетпеңіз. Көпше және жекеше түрдегі сөздерге, етістіктер мен зат есімдерге де назар аудару дұрыс жауапқа тезірек жетуге ықпалын тигізеді. Осы кеңестерге құлақ аса отырып, IELTS-тің reading бөлімі дайындығына білек сыбана кірісіп кетіңіз. Білім әлеміне оянмен бірге.